Сәлем қыздар, бүгін сіздермен бірге осындай керемет воздушный омлет дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, сыр, помидор және де сүт керек болады. Осылай жақсылап араластырып аламыз жұмыртқамызды. Кейін оның үстіне сүт қосамыз. Сүт қосқаннан кейін тағы да жақсылап араластырамыз. Жақсылап құямыз, және де құйып болғаннан кейін араластырмаймыз. Үстінен помидор, оның үстінен сыр саламыз. Табамыз қызылған соң астын азайтамыз да бетін крышкамен, қақпағымен жауып қоямыз. Міндетті түрде астын басып қоясыздар, өйткені астын басып барып пісірмесеңіз, асты күйіп кетеді. Тіпті алдын ала өшіріп қоя тұрсаңыз да болады, өйткені таба қызығаннан кейін сол қызығанның ыстығына өзі пісіп кетеді жұмыртқа. Міне осындай күшті воздушный омлет болды. Ас болсын қыздар.